Сәлем достар, сендермен бірге мен Нурик Лидикс. Бүгінгі видеода біз Бусаеваның обновлениясын көретін боламыз. Сендер видео бастамастан бұрын лайк басып, комментарий жазып, подписка жасап кетсеңіздер. Енді видеоны жазайын деп жатқан кезде маған бір осының екі челик келіп, маған әңгіме айта бастады. Қазір қарайсыздар ғой. Міне құры тұрып едім. Аллатта мсе Асхаб Тамаев дейді ғой. Где запах Роналду? Нет, Барбоскинді жазып жібердім. Сөйтсем, это моя машина деп қояды. Неге мен основной аккаунттан видеоны түсірмейді дейсіңдер ма? Себебі менікі банға кетіп қалған. Міне мен қазір Асхаб Барбоскин деген аккаунт создать еткем. Осы аккаунтта бүгінгі видеоны түсіретін боламын. Міне мен уж скутерді алып, жаңа локацияның біреуімен жүрмін. Мысалы, осы магазин. Бұрындары бұның территориясы қатты үлкен емес еді. Қазір бұл территория кәдімгідей үлкен болып кетіпті. Және ары қарай жүре берсек, біз жаңа үйлерді көретін боламыз. Яғни квартираларды. Олар қазір жасыл түске, және де крышалары өзгерген. Бірақ та олардың ішіндегі интерьері ешқандай өзгеріске ұшырамаған. Міне мен тұратын подъездім уже көргенмен ішінде ештеңке өзгермеген болатын. Тағы бір жаңа локация, ол бізде парк. Бұрындары бұл жерде датаға скутермен жүрудің өзі қиын еді. Қазір скутермен смело ішінде айдап жүре беруге болады. Себебі территориясы кәдімгідей кеңейіп, даже машинада жүретіндей болып кетті. Бірақ та ол істеуге не істемеймін, қолдамаймын. Себебі ол ЕПП және де дұрыс емес. Себебі бұл жерде негізі жай аяқпен жүруге арналған жер. Не көріп тұрғандарындай, бұл жерде гараждың местоположениялары өзгерген болатын. Енді соңғы гараждар бағалырақ болады деп ойлаймын. Себебі олар жақынырақ болады. Енді рыногы қатты өзгеретін шығар деп ойлаймын. Мына жерде барлық жолдар жақсырақ жасаған. Міне көріп тұрғандарындай заводқа кірудің өзі жолын жақсылап тұрып жасаған болатын. Бұл жердің бәрі әдемі. Менің ойымша жақсы шыққан. Және де міне мына поселочный дорогалардың өзін обновить еткенде үйлер әдемірек болды. Және де жолдармен жүру ыңғайлырақ болды. Міне қазір қотыр емес, бәрі жүруге ыңғайлы. Машинамен де, скутермен де, мотоциклмен де, фурамен де жүруге болатындай болып кетіпті. Міне мен жүріп келе жатырмын, бірақ та ешқандай қотыр жерлер жоқ екен. Міне мен трассаға шығып келе жатырмын. Бұл жер бұрындары қотыр жүру ыңғайсыз болатын. Бұл склад Бусаеваға жақын жер. Ана бұрындары бұл жер өңкей қотыр және жүру мүмкін емес болатын. Үнемі скорость тасталып кете беретін. Қазір бәрі жақсы. Міне гладкий жол қылдырып тастаған. Бәрі әдемі болып тұр. Міне жол железный дорогада салған. Еще мына жерге жаңа трасса қосқан.